Сәлем, менің атым Нұржігіт. Мен TikTokпен өте жақын қарым-қатынасты болдым. Мен тікелей эфирге күнде шығатымын. Барлық эмоцияны, барлық түрімді, барлық махаббатымды көрсетемін. Өйткені TikTok маған қатты ұнайтын. Ол жақтағы адамдардың жылы комментариялары маған шабыт сыйлайтын. Менің эфир жасап жатқаныма 3 айдан асты. Басында достарым мені мазақтап, әрі эфир жасаған сайын экран записке түсіріп, WhatsApp группаға жіберіп мені әбден күлкі алатын. Бірақ мен оларға ренжімеймін. Өйткені олардың арқасында мен одан сайын мықтырақ бола түстім. Қазіргі таңда олар мені кәдімгідей тиктокер ретінде мойындайды. Мен әлі күнге дейін TikTok түсіруді тоқтатпадым. Өйткені TikTok түсіру маған қатты ұнайды. Маған адамдар өте көп жазатын, әсіресе қыздар. Бірақ мен олардың ешқайсысына жауап бермеймін. Өйткені мен жарайды, келесіз. Ұзақ уақыт эфирден кейін TikTokта қолданатын эмоциялар маған әдетке айналып кетті. Оларды кез келген жерде, кез келген уақытта қолдана беретін болдым. Қазірде сол әдеттен арылу үшін күресудемін. Өйткені мынау мен сіздерге бір шындықты айтқым келеді. TikTokта ойбай! Мен сіздерге бір шындықты айтқым келеді. TikTokта прямой эфирде GTA-ның темасын ойлап тапқан ол мен. Менен кейін неше түрлі стримерлер, тиктокерлер қайталап бастады. Мен бірақ олардың ешқайсысына ренжімеймін. Өйткені тым болмаса бір адамға көмегім тиген үшін қуаныштымын. Осымен видеомды аяқтағым келеді. Эфирдің уақыты жақындап қалды. Сіздермен бірге болған Нұржігіт Бақтай. Сау болыңыздар.